Uber мен таксиміз келді, Лос-Анджелеске келдік Juba. О, let's go! Все, біз Лос-Анджелестеміз. Лас-Вегастан келдік. You are American or Armenian? Armenian. Armenian, yeah. Yeah, Armenian. My son. Короче, Армениянмын дейді. 13 жасында келген ол жаққа. Содан бері тұрам дейді. 13 жасында. 74 жылы келген ғой. 44 жыл болды дейді ол жақта тұрып жатқаныма. Гостиницамызға келдік. Қуаныш, как всегда, ағылшынша сөйлесіп номер алып жатыр. Бізде Лос-Анджелестегі бірінші гостиницамыз. Лос-Анджелестегі үйімізге кіріңіз. Қош келдіңіз. Мынау уборные. Аккуратненько, таза. Так, біздің үйдің қасында мында улица бар екен. Аллея Славы дейді ғой. Аның бәрін біз дейтін видеодан, біреулердің жаңа нелерден көретін едік, блогтарынан. Енді өзіміз қарап жүрік. Мына тоже біреудің үйі өшім айтқанда. Безумныйлар. Кубай екеуміз әңгіме айтып жатсақ, мына бір контентчик. Мына жылы жерден ұрып тұр, мына қарай. Просто вытяжканың пешкісі ма бірдеме ұрып тұр, жылы ауа. Машинаға 5 күнге алып жатырмыз арендаға барып қараймыз. Қазіргі Лос-Анджелес бұрын Испандық империясында, сосын 1821 жылы Мексика империясында болған. Ал қазір Америка құрама штаттарына кіреді 1848 жылдан бастап. Лос-Анджелес штаты Калифорнияда орналасқан. Калифорнияның губернаторы Филипп Дене шешімімен 1881 жылы Лос-Анджелес құрылған. Осы қалада 4 миллион шамасы адам тұрады. Лос-Анджелеске келетін туристер көп. Оған себеп көп. Жылы бойы күніне жылуына, табиғаттың әдемілігіне, әлемдік жұлдыздарды кездесіп қалуға. Сосын әрине әртүрлі культураны көруге. Қала өзі үлкен, жайылып салынып тастаған. Приличный районда бар, кедей районда бар. Лос-Анджелесте әлемге атақты Голливуд орналасқан. Өмірімізде көрген киноның көбі Голливудта түсірілген. Міне, цена за 5 дней 92-де $39. Іште налог бар. 5 күнге. Қазір көреміз машинада. Машина аренда алуға келдік. Мында Corolla. Видимо, мынау біздікі міне. Жасылан үйіне барамыз, прямой. Походу видео түсіреміз ғой. Кубай екеуміз машина арендаға алып жүрік. Ассалаумағалейкум жәке. Ассалам, қош келдіңдер. Жақсыздар ма? Иә. Америкада қазақтар жүр, солармен кездесіп жатырмыз. Рахмет, обедке шақырып едік, келді. Айтқанымызды не қылмай. Біз сол таңертең 10-да машина алып кетуге ниеттеніп шықтық. Одан кейін барып очередте тұрдық, сосын барып документация оформлять еттік, сөйтіп бірден кете шықтық қой. Жөн. Осы біздің үйіміз, мынау біріншіден гараждарымыз. 166 деген менің гаражым. Әйелім жаңа не кетіп қалған, сабақ кетіп қалған. Мына 4 терезе біздікі мынау. Күшті. Сол жаққа қарай. Керемет, Бізде балалар болғандықтан екінші жалдық, әдейі секіріп ойнайды олар. Төбелесіп не қылады. Сондықтан осындай жер алдық әдейі. Пәтерлерге бір гаражбен бір орын, сосын сыртта бір орын беріледі. Комьюнитиде вообще темекі шегуге, вейп шегуге тыйым салынған. Жақсы ғой. Енді Лос-Анджелес көрдіңіздер айырмашылығын. Темекі түгілі шөптерді шегеді. Ал бұл жақта тыйым салынған. Таза, экологически таза екен, Иә, бұл жақта сәл заң қаттырақ бұл жақта. Жаңа жылда салют атуға болмайды деген сияқты өте көп шектеулер бар. Соның арқасында ең қауіпсіз қалалардың бірі Америкада. 2016 жылы ма қателеспесем, Ирвайн осы қаласы Американың ең қауіпсіз қаласы есіп жүрген. көрініп тұр екен. Сәл қымбаттау жүреді, бірақ біз енді балаларымыз болғандықтан амал жоқ, сондай жақсы жерге келдік та. Қауіпсіз уайымдамай жүріп деп. Жүр, үйге кірейік. Не қарай? Как раз обед дайын. Жоқ, кетті. Ирвайн қаласы, Калифорния штаты Ирвайн қаласы. Осы жақта біздің комплекс. Қуаныш пен Жұбаныш қонақ болып келіп жатыр. Фитнес 24 сағат сетіп болады. Керек заттың бәрі бар ғой. Осы маған керек осы болса. Осы комплекстің барлығының бағасын Сосын айтамыз. Айтады бағасын. Мынандай бегой Бізге арендаға кіреді барлығы. 24 сағат ашық. Адам жоқ, көрдіңдер көп қатысып. Мына енді бассейн жақ. Ана здание офис, оған да кіреміз қазір. Барып қайдасың бірінші? Жоқ болады осы. Әркім тұрғындар ғана кіре алады. Басқалар кіремейді. Мына жерде фитнес, мына жерде бассейн. Қыс бойы өше тұрады осындай болып. Мына бассейніміз жабық. Барлығы. Осы жерде әркім өзінің лотигенін қойып,
су жылы, қысы жазы бір температура ұстап тұрады. Таза екен да. Қаңтарда, желтоқсандарда суға түстік бәріміз. Өте жақсы жағдай жасалған. Үйден кіреміз, шығамыз балалармен. Балалар келіп өзілі келіп суға түседі кейде. Иә, керемет. Жәке, ау, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Тосын. Рахмет, қош келдіңіз. Рахмет көп. Видео түсіріп жүр. Мынау бассейніміз. Қысы жазы кеше желтоқсан болсын, қаңтар болсын балалар суға түсіп жүр. Бір температура. Сәл бізде ең суығы 10 градусқа дейін суық болған шығар қыста. Соның өзінде де суға түсіп жүреді. Мынау джакузиіміз. Балалар суға түсіп жүреді. Ыстық бір джакузи болады бізде. Керемет. Күнде тазалап қояды. Мына шытылап та деп те. Соған газ тегін барлығы. Куба, пепсиді ала салшы деп отырасың ғой мына жерде да. Керемет. Мына уборная, принцип бойынша. Душ пен туалет. Mesela ki duşқа түседі болады, бірақ біз үйге барып түсеміз суға бірден душқа. Туалет осының ішінде. Осы аяқтарда барбекю зона тоже ана жерде бар, екеуі бар, ана жерде екеуі бар. Төрт екеу тұр ғой. Иә. Осы жерде ыңғайлы. Екеу тұр. Түнде вообще әдемі. Қараңғы оттан освещениені пальманың астынан освещение жібереді да, бассейн астынан да освещение, бұл өте керемет. Бір енді кино түсіретіндей жер болады. Иә. Әдемі. Түсініп тұр. Қуаныш қалай ойнап отыр ма? Мына жерде тұрар ма едің? Конечно, уже тұрар едім. Сосын бағасын айтамыз. Аля, мынақта не машин қоятын гараж бар. Оны да көрсетеміз ар жақта. Осының барлығы жабық, басқа бөтелімдер кіре алмайды. Әркім кілтпен ғана осылай. Онда кілтпен де. Иә. Магнитпен де. Біз магнитті өткенде қазақ сынып енді артық копия жасалайық десек, өйткені оказывается копия жасағанда семьяға сыймайды екен. Комплекс адамдар бөлек сыймайды екен басқаша қосымша. Көбейте алмайды. Мынаны бүйтіп көресің бе, бұл ма? Мынау бұл жақта спирттік ішімдік ішуге болмайды, темекі шегуге болмайды. Кейбір жастар отырады, ана пивоның сыртын қаптап алады да. Ана қағазға сөйтіп ішеді, бірақ камера тұрады. Ешкім бізге тыйым салынған. Дұрыс қой? Дұрыс, таза, әйтеуір, экологический. Иә. Бала шағамен тұруға. Тіпті темекі ана вейп дейді ғой, вейпті шеккізбейді бізде. Көп жер жас қуған, вейп шекпеңдер бізге. Дұрыс, иә. Мынау осы жердің офисі кеттіктер. Мынау кілтпен кіреміз. Магнитикпен. Бізде екі зона бар. Мынау бір жұмыс істейтін зона. Бизнес центр деп атаймыз. Мына жерде 3 компьютер, 2 компьютер, Apple бар. Осының принтерінде отырып жұмыс істей береміз өзіміз. Керемет. Күшті. Екіншісі мынау конференц-зал. Кішігірім жиналыстарыңды істей беруге болады. Мына жерде жиналыстарыңды ноутбукпен отырып жұмыс істей беруге өте ыңғайлы. Ешкім мазаламайды. Қазір Жәкең бар, Қуаныш бар, үшеуміз отырып мына жерден қазір кездесіп. Шақыр. Жиналыс. Давай. Кейс организовать етеміз. Так, ты чё? Почему молчишь? А ты чё? Почему не пришел? Извините за опоздание, можно войти дейсің ғой? Дальше работайте сами. Я пошел. Өте ыңғайлы. Видео контент түсіруге де болады екен. Мына жаққа отырып контент түсіруге болады екен, да? Ребята, сегодня вечером я увидел бірдеме деп. Лизинг офисі, жұмысшылар қарайтындар отырады. Енді біздің есік алдымыз. Анда дренаж деген болады. Бүкіл қала бойынша болады. Жаңбыр құяды, тонналап құйған кезде жаңбыр тұтанған 5 минуттен кейін жер бәрі құрғап қалып өйткені бәрі осы жаққа кетеді, мұхитқа кетеді. Яғни көрсетейін, жазуды. Мынау дампинг деп қойған, мусор тастамаңдар дейді. Өйткені мынау мұхитқа барады мына су деген. Мына дұрыс көрінбей тұр. Иә, түсіндік. Иә, мына жақта мусор тастамау өйткені мұхитқа барады, табиғатты құртпаңдар дейді. Иә, мынау кеше біз кірген бойы Нью-Йорктан да байқап едік, склонды көрдіңіз ғой. Америкада көп жерлерінің бәрі мына жақта да байқап тұрсаңдар, склонмен тұрады, склонның бәрі мынандай дренажға алып келеді. Мына жерде мұхитқа кетеді осы. Өзенге, өзен каналдан. Биік жолдар мына жерден. Көрді ме, видеодан көрінбей ме? Биік бәрі бүйтіп тұрады. Талдарымыз неше түрлі. Ана арғы беттегі талдар. Біз анау «Властелин колец» деген кинода көретін едік қой. Содағы талдарды көріп жүрміз ғой, Ербайдың арғы бетте көресіңдер, ақ талдар. Асты әппақ. Үстіне жап-жасыл. Керемет арғы бетте көріне ме? Сыртқа шыққан кезде көрінеді. Нелер әдемі талдар бар осы. Керемет. Природа вообще негізінде бесподобный екен. Иә, керемет. Манағы офис, фитнес, бассейн, мынандай бассейн, сосын не гараж. Бір гараж беріледі бізге. Гараждың бір жері жақсы. Кейбіреулер паркинг ыңғайсыз. Гараждың ыңғайлығы өз заттарың бар. Велосипедың бар, коробкаларың бар.
сосын қосымша мына жерден бір орын береді екен. Иә, даладан любой жерде бір орын береді. 2 орын. 3-ші орынға берілмейді. Табиғатты құртасың деп Калифорния экологист штат, ең сондай Америкадағы. Мүмкіндігінше азырақ сен табиғатқа зиян тигізу деп саясат қолданады олар. Сондықтан екі машинаны рұқсат бермейді. 3-ші машина сатқа қоясың. Так, бассейн, офис, фитнес, гараж, бір парковочный место тағы қосымша. Сосын екінші этажда мына жерден ұзыннан тұрған 4 терезесі бар. Пәтер, 2 комната, кухнясы бар, туалет бар, 2 санузел деді. Осындай жер. Неге екінші этажға үйді қарайық? Иә, сосын қараймыз. Жүріңіздер, мына 4 үй біздің үй, 4 терезе. Иә, айттым 4 терезе бірақ. Тамақ ішетін жер. Балкон бар екен, балкон бар. Балкон күшті. Ал үйге қош келдіңдер. Есімім Жасұлан болады, Жасұлан Серіков. Осы Калифорния штатын таңдап Ирвайн қаласына келдік. Неге деген сұрақ бар. Енді бізде Ирвайн қаласы ең мектептері мықты қала болып есептеледі. Өйткені менде 4 балам бар. Сондықтан және қауіпсіз қала. Ең қауіпсіз қалалардың бірі. Сондықтан осы жаққа біз келдік. Қош келдіңдер. Енді үйді көрсетіп жіберейін. Мына бізде living room. Енді living roomда негізі тамақ ішпейді, бірақ біз өзі ыңғайлы болсын деп қойдық. Осы диванның астында немесе анау ортаға қойып қоямыз, стол шай ішетін. Біз енді демалатын орын ғой, біздше зал дейді ғой енді. Иә. Мына жақтан қарай, мына жаққа жүріңіздер. Көрсетіп жіберейін. Мына жерде столды қойып, неге осы тамақ ішеміз, dining area дейді. Сол тамақ ішетін жер. Мына жерде балкон, біздше патио дейді американецтер өзі. Ары қарай отырып. Сосын мына қарай жүріңіздер. Мына жақта тұра қойған. Мына жерде 2 туалет ваннайымыз бар. Мынау бірінші туалет ванна біздің балалардікі. Американский душтар. Біз өзімізше қылып істеп алдық, өзімізге ыңғайлы қылып. Иә, естідім, атора қозғалмайтын бүйтіп тұрады ғой. Иә, қозғалмайтын, ыңғайсыз, бірақ бізге оны алып тастадым да, мынандай сатып алып, мынандай салып қойдым. Рас болған екен. Иә, осы туалет ванналар осындай болады. Сосын кір жуғыш машиналары мен кептіргіштері мынау, кір жуғышы мына жақта. Ал мынау киім кептіретін нәрсесі. Осының ішінде. Бұл жақта ешкім киімін жаймайды. Ана сушилка дейміз ғой біз. Иә. Бірден кептіріп шығады несін. Мынау енді балалардың бөлмесі. Екеуі 2 бала жатады. Мына жақта сабағын оқиды шамалы. Мына жақта байқасаңыздар, американ спальняларында люстра болмайды. Люстра болмайды екен. Иә. Тек қана осындай салып қоямыз керек кезінде. Шамалы ұйықтайтын кезде осындай қылып неғып қоямыз. Мына жерде клосет киімдерін салып қойып, баламның киімдері. Иә. Осындай светпен қосып өшіреміз. Мына бір орын. Перде болмайды американецтерде, сосын. Иә, байқадық тоже. Мынау екінші спальнямыз. Көріп отырсыздар, перде жоқ, люстра болмайды. Тек пожарный сигнализациямен. Иә, міне. Темекі шегуге болмайды. Өрт болған жағдайда осындай бәр жағдай жасалған. Иә, керемет. Мынау енді екінші туалет ваннайымыз. Кіріп қарасаңыз, өте кең. Душымен, ваннайымен, туалет. Мына жерде бәрі ваннайларда бәрі салатын не болады, орын болады арнайы. Киноларда да көреміз. Как в американских фильмах. Ашық болғанда іштен бірдеңе атып бізде өзіміздің антигриппентиялар тұрады бұяқта енді. Дұрыс. Осындай енді іші осылай жасап қойғанымыз. Мына спальняның ішінде туалет ваннасы жақсы. Енді мына жақта клозет дейді бұяқта американецтер. Гардероб та? Walking closet дейді. Ішінде жүретін гардероб. Гардеробтарда кішкентайлар болады. Мына ішінде жүретін гардероб дейді. Мынандай киім бәрін іліп қойып. Іші кеңкі рас біраз жатады. Этаж істеп қойған, өте ыңғайлы. Енді осы 2 бөлмелік пәтер, кухнясымен, бассейн, гаражымен, парковкасымен, офисімен, фитнесімен ештеңеге шығады енді осы. $3,300 айына жалға төлейміз, арендаға төлейміз біз. Сосын оған қоса жаңағыдай біз комуслуга дейміз ғой, свет бар, су бар, оның барлығы шамамен енді $100-200 айына төлеп тұрамыз. $3,500 шығады. $3,500 айына шамамен сондай шығады. Көрдіңіздер ме, біздің қазақ бауырларымыз Калифорния штатында өмір сүріп жатыр. Кухняны көрсетейін? Жүр. Амир? $3,500-ға өмір сүріп жатыр. Үй, машина. $3,500-ға үй кіреді. Мына кухнясы. Кухнямыз. Кухня үйлі берген кезде Америкада мебельсіз береді. Ешқандай жиһаз болмайды. Тек қана кухняның техникалары болады. Ол холодильник. Сосын бір қызық көрсетейін, холодильниктерінде мұз жасағыш бар. Мынандай.
яғни мұзды сатып алмайсыз, рахат та. Иә, Аны тұрып қойсаңыз мұзды дайындап отырады, мұзды өшіріп қоямыз, сөйтіп мұзды дәрін дайындаймыз. Бізде қазақтарда үй болу керек деген культ болса, американецтарда үйінде мұз болу керек деген культтер бар. Иә, мұзсыз бұл жақта бір түрлі. Иә. Сосын микроволновкада ол біз тамақ пісіруге бұларға арналған. Бұларда байқаған микроволновка два в одном, вытяжка бұларда. Иә, байқадық бізде, иә. Вытяжка ретінде қолданады. Мынауымыз газымыз, сағатпен барлық жерде. Сосын ыдыс жуғыш машина міндетті түрде болады оларда. Әйелдерге өте ыңғайлы. Ол по умолчанию барлық үйде болады. Ыдыс аяқ жуатындар енді сәл комфортный, әйелдерге ыңғайлы жасалған. Сосын анау картошка ашқан кезде мусор тастасаңыз болады осы жаққа. Диспозал деген бар. Дауыс естіп тұрсыз ғой, майдалап жібереді. Иә, қабықтарын, жемістердікі болсын, овощ болсын, бәрін салып жібересіз. Ол үшін майдалап жібереді. Американецтар негізі өмір сүргенге күшті қылып, удобно қылып істеген да? Бүкіл ыңғайлы. Мынау островок. Терезеге қарап тұрып, ыдыс жуса да болады. Біздің балалармен тостер жақсы көреді. Тостер дайындап. Енді мынау тостер ғой. Осының бәрін обеспечить етуге қанша ақша табасыз айына Америкада жүріп? Енді минимум дегенде, мысалға $3,500 үйдің шығындарын жабатын болса, тамаққа кемінде $1,000 керек тағы да. Яғни біз 6 адамдық отбасымыз, 4 балам бар, кемінде $1,000. Сонда $4,500 минимум біз айына тауып осыны жауып отырмыз. Ұсақ тек жаңағы кафеге барып қалғаның бар, анау $5,000 үшін да былай. Кафең бар, тағы да телефонның связі бар, мысалы интернетке біз $50 төлейміз, тағы сөйтіп кете береді ары қарай шығындар. Сонда Америкада, Калифорния штаты, Америкада ең қымбат штат, жақсы өмір сүру үшін кемінде $5-6 мың ақшаң болса, жақсы өмір сүруге болады. Енді салыстыра кетейін, мысалға Макдональдс гамбургерді жазып қойған, сағатына жұмысқа аламыз, сағатына $17-18 төлейміз дейді. Яғни Макдональдске барып жұмыс істеген өзіне ол айына $3-4 мың ақша таба алады. Ал осындай жақсы жағдайда өмір сүру үшін $5,000 болса, сізге былай жетерлік. Бір отбасыны жақсы, үлкен отбасын асырайды. Керемет, бауырлар естіп отырсыздар ғой, міне қазақ бауырларымыз жақта осында өмір сүріп жүр. Қуаныш екеуміз келдік қонаққа. Рахмет, қонақтағаныңызға, тамағыңыз күшті болды, дәмді болды, палау пісіріп қойды, шай іштік. Келіп тұрыңыздар, әр қазаққа есік ашық. Егіз болсын. YouTube каналы бар, описаниеге жібереміз, салып қоямыз. Жазып қойыңыз, Инстаграмдағы YouTube каналға рахмет қолдауларыңызға. Рахмет. Бір нәрсе айта кетейін. Америкада көп нәрсе қымбат қой, долларға шаққанда. Бірақ техника арзан екен. Мысалға, мына телевизорды мен жақында $500 алдым. Қазақстанда қарасам $1000 тұрады екен, 465 мың, технодомда сондай тұрады екен. Сотовый телефон, iPhone тұрады, арзан тұрады, сондай техникалар арзан тұрады екен. Тамақтарда относительно арзан тұрады. Мысалға мында жемістерді, қарбыз, қауын, клубника дегендерді жылына 12 ай үзбей жеуге мүмкіндік бар. Яғни қыста қарбыз болмай қалып деген ол түсінік жоқ оқта. Тап-таза керемет жақсы екен. Сосын бұл жақта таңдау бар. Бәрі айтады, ГМО, ой, Америкада дейді ғой. Ондай емес. Дүкенде екі түрі болады. Бір клубника ГМО мен, бір клубника органик. Органик шамамен $1-2 қымбат тұрады. Анау бір $10 тұрса, анау $12 тұру мүмкін. Сүттінде үстінде тұрады. Сондықтан бұл жақта таңдау көп. Тамақпен бұл жақта проблема жоқ. Балаларға жақсы витамин жеп барлығын. Олды көп рахмет сізге. Іске сәттілік, отбасыңызға береке, және сізге табыс тілейміз. Қоя берсеңіз сұрақ көбейеді, осы бізге жетеді деп ойлаймын. Тағы да сұрақтар болса, көрермендеріңіз астқа комментарийге жазыңыз, жауап береміз. Тынық мұхитына келіп қалдық. Жалып қалдым, орынды көрдім, слева. Осыны келемін қазір. Тауар төле жүрейік. 36 минутқа дейіп ба? Үлкен тиындар салам ода бірден. 42 болды. Болды кеттік жүр. Біздің мына машинамыз 42 минут мына парковкаға төленіп тұр. Енді біз қандай пляж? Бич? Long Beach деген Main Beach, Long Beach қаласы, Main Beach, тынық мұхиты. Мынаған енді қыз жасаса ешкім тимейді. Полиция көрсе, қыз жанып тұрса, артына тикет басып беріп, тикет деген штраф қой $200. Одан да $200 төлеп, өтініш жүрген жақсы. Тихое море. Осы жерден прямой жүзіп барсаңыздар, Гавайиға барасыздар, Гавайи аралдарына. Ары қарай Японияға шығып кетуге болады. Қонақтан келдік. Мынау Даутаун. Қайырлы таң, Лос-Анджелес. День 2, да? Съемкаға келдік.
Лос-Анджелес және съемка деген негізі әдемі үйлесетін сөз екен, ә? Мына қызыл бордюр машина қоюға болмайды бойына. Міне ақсыздыққа дейін қоясың, мына машина сияқты. Еще мынандайдың сары цветі болады. Сары цвет ол тек машинды қойып кетуге болмайды. Бірақ тұрып, адам түсіріп, или там багажниктен бірдеңе алып дегендей. Сол жүріп кетуге болады. Арсений, привет. Как дела? Отлично. А что снимаем? Да, Арсений сейчас будет нас Тоже интервью? фоткать, видео делать, да. Вот это здание, осында здание Вот отличное здание. Да. Там проходят всякие концерты, всякие мероприятия интересные. Очень популярное место здесь, в Лос-Анджелесе, и довольно красивое. Большое спасибо, Арсений. Да, спасибо большое за съемки, было офигенно. Ребят, надеюсь, что вам понравится Америка. Да. Вдохновляйте видео, я думаю, что им понравится. У меня, кстати, канал на YouTube, Аридзен называется, пользуясь случаем, Да. если ты не против. Не, конечно. Фотограф, видеограф, Лос-Анджелеске келсеңіздер. Спасибо братьям, то что в 4 или во сколько там 3 города мы сняли контент по всей Америке, везде находили время. Не каждый находит человек, вдвоем нашли время. Спасибо большое. Все, удачи. Ой, машинадағы қиын ба екен? Вообще оп-оңай екен. Жасылға жүресің, қызылға тұрасың. Бірақ мында Америкада оң жаққа бұрылу үшін қызыл жамп тұрса жайлап помеха болмаса бұрылай беруге болады екен. Жұбаныш екеуміз Голливуд деген андай таудың басында жазылған әріптердің көрінісіне келдік. Мында адамдар осы демалып отырып пикник жасайды екен. Juba жатып суреткізіп жерде қарап. Кабрилеттары. Енді қайда? Голливуд, аллея славы. Бір жерде Кевин Костнер, мен танитын, Рассел Кроу, Энтони Хопкинс, танымаймын. Единственный осы Мұхаммед Али жерге жатқызбаған, жарға іліп қойыпты. Мұхаммед Алидің визасы. Warner Bros'ға келдік. Мынау Шазам деген кинодағы персонаждардан киімдері ғой. Warner Bros'дың іші міне. Мынау Warner Bros'дың магазині. Түрлі сувенирлер, киімдер, мынандай Суперменнің киімдері. Бұлай подарок енді. Ішіндікте таңдап киетінде, киімде ондай нәрселерде жоқ сияқты. Просто сувенир ретінде ғой. Қазір шығып, неге Беверли Хиллз деген атақты локейшн, соған баратырық. Уақыттан да қыдырып жүріп қайтайық, көрейік, суретке түсіреміз, видеоға түсіреміз, қызық контент, қандай информация болса сіздермен бөлісеміз. Асфальт Беверли Хиллзға келдік. Мына жолдың бойында парковка жоқ, астында екен. Сосын алып келдік парковкаға. 15 минутке $3 и $27 максимум дейді бір күнге. Қымбат мировой брендовый бутиктер. Сразу мне Louis Vuitton, Giorgio Armani, мынақтарда Loro Piana, Dior, MCM, Bulgari. Басқаша екен. Бомждар жоқ. Кеден таза киінген адам. Репортаж Беверли Хиллстан жалғасуда. Беверли Хиллсте қазақ бала жүр ғой. Салам алейкум, Куба. Уалейкум ассалам. О, Қазақстанға сәлем. Беверли Хиллстан. Жүр өтпейік, Беверли Хиллстан орталығы мынау. Мына переулок әдемі екен. Беверли Хиллз Лос-Анджелестің орталығында орналасқан. Адам саны 35 мыңдай. Осы жер қымбат район болып саналады. Әлем жұлдыздарында кездестіруге болады. Айналада брендтік бутиктер шеті жоқ. Германия ұқсап кетті, білесің бе? Германия ұқсайды. Фалендарда. Жүрген кезде осылай жүрген. Я мана айттым ғой, Еуропаға ұқсайды осы жерде. Потому что алдында мен видео қараған кезде дәл осы жерде біреу видео түсіріп жүр екен. Сол кезде ойлап қалып едім, мына деген Еуропаға ұқсайды екен, бару керек екен деп.
ертең виза алған кезде көрдім как раз. Ертең виза алғасын барамыз ғой осы жерге деп қалып едік. Қуаныш, бір инцидент айтып жүрші. Жаңағы ана жерде Жуаныш екеуміз суретке түсіп жатсақ, бір екі қыз келіп тұр. Біреуі афроамериканка, біреуі осы местный походу. Маған келеді да, жақындайды, ана ары қарап қояды да, ана айтады да, мен түсінуім бойынша бүйтіп жатыр да, құрсын сұрама деп жатыр, ана жоқ сұрайын деп жатыр да. Қасыма келеді да, сәлеметсіз бе, сіз актерсыз ба дейді да. Иә, мен актермын деймін ғой. Сіз киноға түсесіз ба дейді да. Иә десем, анаған қарайды да, айттым ғой мұнда актерлар болады деп дейді да, короче да, Жуаныш екеуміз актер деп. Бәз ол жер, короче да. Еще маған қарап бірдеме деп қояды, актерсың ба деп жатыр екен ғой мынау. Қуаныш айтып отыр ғой. Сөйтіп вообще актер болып қалдық. Актерға ұқсаймыз ба? Ақ киіммен, джинсимен, Томми Хилфиджермен жүріп. GTA-ны 5. Осы улицаны білесіңдер ме? Дәл осы улица қазір Санта-Моникаға барамыз. Тоба мынау GTA-дағы жерлер ғой, үйлердары. Санта-Моника, Лос-Анджелес. Тұнық мұхитының бағалауы. Мынау біздің кәсіпорын. Мынау, короче, частный территория мынаның бәрі. Короче, бар ғой, бір кісі Мынау тұрады екен. тұнық мұхит Санта-Моника. GTA деген ойын ойнаған адам болса білетін шығар осы. Мынау жағалау. Тұнық мұхит. Адамдар тұрып жүр. Қуаныш, қайдасың? Салқын деймін да. Санта-Моникадамыз. Мынау отыр ма? Конечно, мынау отыр. Американский ғой бәрі. Туристің көзімен бағалары 6-7 доллар. 11 доллар дейді андайлар. Мынандай тиір бірдеме анау-мынау ойнап, кішкентай балдармен келіп ойнауға болады. Адамдар жаққа зімейкімен очередке барып кіреді, оған бағасын сосын білеміз. Жазып қоярым. Бағасы міне осылай. Who's gonna win? Who's gonna win? We got number 11 against number 12. Мороженое ма? Бағалар мынандай. Ұсақ тек жүзік жалғайтын сусындар. Күн батып жатыр. Мынау кешкі Лос-Анджелес. Түнгі мұхит жағалауы. Рахмет, Лос-Анджелес. Өте керемет ұнадың. Сау бол.